Қайсар арена Қызылордадағы мінекей. Ішінде осындай тренажерный зал бар екен. Өте керемет, соңғы үлгідегі ғаламат. Мінекей мынандай кеңселер бар екен стадионның айналасында. Бос тұрған кеңселер офиске айналады, яғни Қайсар футбол клубы көшіп келеді, басқа да бизнес орталықтар көшіп келеді дегендей. Стадион толығымен жұмыс істеп тұрады. Так, сонымен Қайсар арена стадионның ішіндегі VIP бөлмелерді көрейік мінекей. Тамаша, өте керемет жасақталған. Бүгінгі кубок матчына бұл жерде арнайы отыратын жер. Енді әкім, федерация президенттері, ПФЛК адамдары бәрі осында отырады дегендей. Демалыс бөлмесі, мына жағы кең дастархан. Содан бұл жерде тұрады да бұл кісілер мына жерден трибунаға шығып кете салады. Мынау есікті ашып. Мінекей осы VIP бөлмедегі көрініс осындай болады. Орындықтардың барлығы дайын тұр. Мынау комментаторларға арналған бөлме екен. Мінекей осы жерде комментаторлар отырады. Ойынды былай да көреді, былай да көреді. Халықаралық жарыстар болған кезде шетелдік журналистер, Skybox арнайы бродкаст егерлері отыратын арнайы бөлме болады. Осы жерде студия жасайды да, артында футбол фонында өтіп жатады. Ал стадионның жалпы сұлбасы ішкі жағдайы осындай. Түркістан аренада мынау екі шет жоқ қой. Бұл жерде екі шет бар. Өте керемет. Таблоларда заманауи. Құтты болсын қызылордалықтар. Керемет стадион. Сонымен қадірменді достар, Аладоп YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бұл мен Ермұхамед Мәулен. Осыдан 3 жыл бұрын, тіпті 2 жыл бұрын қойдым. 11 сәуір күні 2023 жылы мен осы жерде тұрып видео түсірген едім. Ол жерде шеңгел, мына жердің барлығы арық, құм, тас болып жатқан еді. Талдар өсіп тұрған еді. Қоқыс төгіліп жатқан еді. Соның барлығы тегістеліп, дәл осы жерде Қызылордада Қайсар арена спорт кешені бой көтерді. Оның құрылыс барысымен де сіздерге таныстырып отырдым. Қадағаладық, журналистер қаншама мәрте экспедиция жасап, кәдімгі зерттеу жасап тұрып келген едік. Соның барлығы мінекей нәтижесін берді. Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Мәшбекұлы Нәлібаевтың жеке қадағалауымен мінекей осы стадион бой көтеріп отыр. Бұл стадион тек қана қазақ футболына ғана емес, бүкіл жалпы Қызылорда футболына, Орта Азия футболына да әсер етуі тиіс. Жақсы су жаңа спорт кешені. Бұл жерде халықаралық жарыстар, жолдас матчтар және Қазақстан жастар құрама командасының матчтары осында өтіп қалуы мүмкін. Өйткені жасыл алаңы, енді жасанды алаң болса да 4-ші категория алып отыр. Сондықтан өте тамаша нәрсе. Түбі болашақта бұл стадионда халықаралық матчтар өтеді. Және Қазақстан қыздар құрама командасының да ойындар осында өтіп қалуы әбден ықтимал. Жалпы стадион бар. Бұл жерде неше түрлі нәрселер өткізе беруге болады. Сондықтан қазақ футболы үшін, қазақ футболының жанкүйерлеріне мен дән риза болып осыны паш етіп, қуанышпен, толқынмен осылай айтқым келіп отыр. Қазақстандағы тағы да плюс бір стадион құтты болсын. Қазақ футболына, жалпы Қызылорда футболына еңбек етуі тиіс. Бұл стадионның енді тарихы терең де болады. 50-60 жыл мызғымай осы жерде халыққа қызмет етеді ғой деген ойдамыз. Дәл осындай су жаңа ультра заманауи стадиондар еліміздің кез келген облысында ашылуы тиіс. Және сонда ғана біздің қазақ футболы дамитындығы түсінікті. Ендеше мен сіздерге осы стадионның ішкі жағдайларын, жасыл алаңды және сонымен қатар Қазақстан кубогының финалы болайын деп отыр. Бұл Тобыл және Ордабасы командалары арасындағы кездесу. Сол ойынның да видеоларын тамтымдап сіздерге көрсететін боламын. Мінекей бүгінгі матчқа Ордабасының кәнігі жанкүйері Нұрай да келіп отыр. Нұрай, жалпы бүгінгі матчтан не күтесің? Стадион ашылып жатыр, Ордабасы ойнап жатыр. Қандай керемет мереке ғой сен үшін,
біріншіден бәріңізге сәлем. Мен әрине жеңіс күтем, үнемі жеңіс күтетін бүгінгі Қызылордада болатын болып сәтті түскен екен. Енді бәріне сәттілік. Мен ойымша Ордабасы ұтатын сияқты. Ана Ордабасы Еврокубоктан шығып кеткен кезде сенің бір көз жасқа ерік беріп, бір эмоцияға толы сұхбатың хит болды ғой. Қазір енді осы матчтан кейін де сондай болып кетпей ме? Жалпы танымал болып кеттің ғой сол видеодан кейін, иә? Ол кезде адамдардың реакциясы ұнамағаннан кейін солай шығып кетті. Намыстанып кеттім ғой. Қазір енді Қазақстан мен Қазақстан ойнайды ғой. Онша қатты жыламайтын шығармын. Бірақ ұтатын сияқты Ордабасы. Жақсы, сәттілік. Сәттілік. Жанкүйерлер, Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны. Ерліктің астана еліңе қашып, ержеткен ердеген қаңқыбыл шыңғылың, намысын бердеген қаңсығы. Сонымен стадиондарымыз мінекей алға. Стадионда Қазақстан кубогының финалы. Олжас бай болсын деп ағамын қараса. Gol деп жатыр мінекей. Ордабасы шабуылдап жатыр. Командасы есепсіздік 1-0 болды. Қызылордалықтар Жеңіске қуанып Шарманда ішін деген осы ма? масқара ішін бұл. Операторға машина беру керек, машина. Ойнап кеттің. Қайсар аренадағы алғашқы тарихи толқын. Мінекей. Осылай болды. Бұл тарихи кадрларда мінекей осылай таспалап жатқан жайымыз бар. Қоя тұр. Бақтияр! Берет. Екінші берет смело. Дауысың жазылып жатыр. Қадірлі жанкүйерлер, Қайсар аренадағы финалдық матч аяқталды. Қостанайдың тобыл командасы Алибек Қазақстан кубогының иегері. Жалпы Ордабасы командасы үшін кубоктан жеңілу ауыр тиген секілді. Өте, білмеймін мен. Настроение вообще жоқ ереке. Айтып отырмын ғой, 90% ауысқан 23-ші жылдың, 24-ші жылдың қарыздары бар клубта. Тренердің сұраған легионерлерін, сұраған игроктарын алып берді. Мен өзім руководствомен де сөйлесіп жүрмін, игроктармен де сұхбаттасамыз.
білмеймін мен айтып жатырмын ғой тағы да бұл ойыннан кейін енді Андрей Мартинді жұмыстан алып тастаса мен таңғалмаймын, ешқалай да таңғалмаймын. Жоқ, ол таңғалмаймын болғанда 100% алып тастайды ғой қазір. Енді мынаудан кейін сіздердің ойыңызша солай, енді күтеміз официальный хабарды қалай болатын, не болатын. Бірақ менде өте настроение жоқ, бүгінгі ойын өте керемет арена деп қайтатын болдық қой жалпы. Өте керемет арена. Арай жалпы биыл Ордабасының осындай провал маусымы, өте сүреңсіз маусымына кім кінәлі? Кез келген мекеме болсын, кез келген ұйым болсын, барлығында бірінші басшы сұралу керек. Дұрыс па? Облыстарда мысалы үшін қандай төтенше жағдай болса да әкімдерден сұралады ғой. Дұрыс па? Сол секілді бұл клубта президенттен сұралу керек деп ойлаймын. Көпшілігі селекция саясаты дұрыс жүрген жоқ деген сын айтады, өте орынды сын. Андрей Мартиннен енді баспасөз конференцияларында көптеген сұрақ қойдық қой біз. Ол айтады, мен сұраған ойыншылар келген жоқ. Өздері ойыншылар ұсынады, андай әңгімелегендей. Енді өзің байқадың ғой, қосалқы құрамдағы ойыншылар алып келді ғой, жазғы трансфердің өзінде қосалқы құрамдағы ойыншылар алып келді. Енді бұл жерде сол селекцияны жүргізген мамандарды тағайындайтын кім? Асхат Сейсенбек. Сондықтан да Асхат Сейсенбектен сұралу керек, және ол биылғы сәтсіз маусым үшін елдің алдына шығып кешірім сұрап отставкаға кеткен жөн. Өйткені Ордабасы тарихында мынандай Тоқыр ауылы кезең соңғы 5 жылда болған емес. Мынандай бюджетпен, Ордабасы қайта құрылып жатыр, дегенмен де бюджеті 3,5 миллиард, оның қасында 1 миллиард, 1,2 миллиард, 1,5-2 миллиардтық клубтар қазір турнир кестесінде жоғары орында тұр. Салыстырмалы түрде парадоксалды ма? Парадоксалды. Адамның ақылына сыймайтын осындай ойын нәтижелер. Сондықтан да Асхат Сейсенбек түбегейлі командасымен бірге отставка кету керек деп ойлаймын мен. Сонымен қадірменді мінекей Қызылордадағы Қайсар Арена стадионының ішіндегі Қазақстан кубогының матчы аяқталды. Тобыл командасы қарсылас Ордабасыдан бір бас жоғары екендігін дәлелдеді. 2 доп айырмасымен жеңді. Швейцариядан келген төрешілер өте тамаша қызмет етті, барлығына заң аясында дегендей. Ал мынау стадион құтты болсын, қазақ футболына еңбек ететін нағыз сондай бір киелі ордаға айналатын секілді бұл стадион. Қазақстан футбол командалары да Қайсар командасы да толығымен стадионды аямай пайдаланайын деп отыр. Және айта кетуіміз керек, Қазақстанның жастар құрамасы, қыздар құрама командасында матчтар өтіп қалуы әбден ықтимал. Алғашқы тексерістен керемет өтті десек те болады. Әлі де енді кейбір жерлері бар жасалған, ол жолсызбен жасалына береді. Ал биылғы мынау матчтың қорытындысы ретінде айтатын болсақ, Тобыл командасы енді Еуропа лигасына қатысады, осы Қазақстан кубогының иегері ретінде. Ал Ордабасы командасы ешқандай чемпионаттағы орны да нашар болды, ойыны да сүрінсіз, және Қазақстан кубогының финалында да жеңіліп қалды. Сәтсіз осындай маусымдар футболдар болып тұр. Және бұл сәтсіздікке кімдер кінәлі? Оның жауабын өздеріңіз біле жатарсыздар. Оның жауабы анықталар. Оған Шымкент шаһарының әкімі Ғабит Сыздықбеков мырза өзі жауабын тауып, тиісті шешімдерді қабылдайды деген ойдамыз.